мысалы сенің сұрап отқаның не ғой, жаңағы Сұлтан Сүлейман сияқты фильмді қашан түсіресің деген сияқты ғой. Кез келген режиссерға былай ойлап қарасаң, бұл нағыз қорлау ғой. Мысалы қазақ шіли артқа қарайды да, артқа қарайды. Мысалы 3 романның біреуі, 3 фильмнің біреуі міндетті түрде тарихпен байланысты. И бірде бір научный фантастика, ғылыми фантастика жоқ. Бірде бір. Екінші жағынан ол 20-дағы жігіттердің түсіне қыз кірмей не кіреді ол? Ол Шыңғысхан кірмейді олардың көзіне. Шыңғысхан шалдардың түсіне кіреді. Мысалы мен осы Тара жақтың адамын жиі барып тұрам. Сонда жолда ескерткіштер бар да, әрбір ауылда. Бәрі атқа мінген батырлар. Сонда мен ойлаймын, сол ауылдан неужели бір жақсы дәрігер, инженер, ғалым, спортсмен шықпады? Соларға ескерткіш қайда? Әйтпесе қазір мысалы түкке ешкімге керек емес бір фильмдер түсіріліп жатыр. Әсіресе мынау жаңағы тарихи фильмдер бәле болды. Тарихи барахло, шынын айту керек. Қайырлы күн құрметті көрермендер, қайырлы күн құрметті Ритм подкаст көрермендері. Бүгін бізде кезекті шығарылым, және бүгін бізде ерекше қонақ. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының доценті, белгілі режиссер, киносыншы, сценарист, тәуелсіз Тарлан Платинда сыйлығының иегері, кардиограмма студент, ақын сынды көптеген фильмдердің режиссері. Дәрежан Өмірбаев, қош келдіңіз. Қайырлы күн құрметті көрермен, сіздермен бірге жүргізетін Ерасыл Молдаханов және мен Аяжан Әділбай. Қош келдіңіз аға, көңіл күйіңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Жақсы, рахмет шақырғандарыңа. Олай болса, алғашқы сұраққа көшейік бірден. Ақын фильміңізде сюжеттік желі ретінде не үшін Махамбет бабамызды алдыңыз? Оны алған себебім біріншіден ол кісінің өзінің образы, екіншіден жаңағы негізгі кейіпкер менің жаңа ақын деген фильмнің қазіргі кездің ақыны ғой. Соған бір параллельный сондай бір тұлға керек болды да. Содан маған ең киноға жақындауы сол Махамбет бабамыздың образы сияқты болып көрінді. Себебі сол кісінің өмірінде анау қайғылы жағдай ғой, енді қалай өлтірген. Сол киноға келеді, киноның тіліне келеді. Мысалы мен Абайды алуға да болады ғой, басқа ақындар бар. Олардың ішінде жаңағы киноның тілі жағынан жаңағы оң жамбасқа келетін сцена олардың өмірінде жоқ болуы мүмкін. Ал Махамбеттің өмірінде жаңағы бар. Ішінде жаңағы саспенс бар. Мысалы Махамбетті қалай өлтірген туралы фильмдер түсірілген уже. Бір фильм Қазақстанда түсірілген бір фильм бар. Махамбет деген аты да Махамбет болуы мүмкін. Сол бар. Көрдіңіз ба? Кейбір сондай бір нелер, сценалар, сондай бір материалдар өзіне жаңағы киноны тартады, кинокамераны тартады. Сондықтан бірінші кезекте сол жаңағы қайғылы болса да сол киноның тіліне келетін жаңағы Махамбет бабамыздың қалай өлгені туралы сцена, соны түсіру үшін алған болуым керек мен. Жақсы, енді киноның сол бағытта сол Махамбет батырдың несімен тұспа-тұс келеді ғой деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы енді белгілі сыншы Зейнолла Қабдоловтың осы Абайға дейін қазақ даласында Махамбеттен асқан ақын жоқ деген сөз бар екен. Бұнымен келісесіз бе сіз? Енді мен ол әдебиеттің маманы емеспін ғой, мен әдебиет сыншы емеспін, сондықтан ондай нәрселерге мен қалай баға берем? Оны әдебиет сыншылардан, жазушылардан, ақындардан сұрау керек. Мен кино жағынан ғана жауап берем. Жалпы осы фильмде басты рөлге біз актер ретінде көрмеген әнші Елдос Қанаевты таңдадыңыз. Жалпы осы актер таңдау барысында қандай жағдайлар болды, сол жайлы айтып кетсеңіз, қалай өтті? Елдос емес, Ердос Қанаев. Ердос. Ол менің ойымша кино деген ол театрдан бөлек өнердің түрі. Сондықтан киноға
ләжі болса актерларды, әсіресе театрдың актерларын жолатпау керек деп ойлаймын. Себебі ол басқа. Бірақ өкінішке орай көрермен тек қана қазақ көрермен емес, дүние жүзіндегі көрермен соған үйреніп кеткен. Театрдың бір бөлігі деп есептейді киноны. Театрда мысалы спектакльлерді алады да, актерларды сөйтеді да, мысалы көшеге шығарып түсіреді киноға, содан кино шығады да. Немесе жаңағы сериалдар, соны кино деп есептейді. Менің ойымша ол киноға ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан кинода мен үшін енді актерлар емес, тірі адамдар қызық. Соларды іздеу керек. Соларды түсіру керек. Бірақ кей кезде жаңағы театрда істейтін немесе киноға бұрын түскен кейбір адамдарды түсіруге болады. Бірақ оларды актер ретінде емес, адам ретінде. Сол жағына түсіруге болады. Мысалы, осы жаңағы Ақын фильмінде менің білуімше екі сол актерді біз түсірдік. Біреу анау Ақынның Дидардың әйелінің рөлін ойнайтын Гүлмира Хасанова деген әйел. Ол бірақ актриса мамандығы, бірақ оны мен актриса ретінде түсірген жоқпын, оның бір өнерін түсірген жоқпын, оны мен өзін түсірдім. Адам ретінде. Екіншісі, жаңағы анау Махамбеттің баласын тауып беретін Құрақ деген кісінің рөлін ойнаған Қайрат, фамилиясын ұмытып қалдым, ол да бір белгілі актер. Талай фильмдерге түсіп жүр. Ол кісінде алған себебім адам ретінде алдым. Адам ретінде түсірдім. Оның жаңағы актерлық бір шеберлігі, оның Станиславскиймен ойнайма, басқа бір системамен оның түкке керегі жоқ маған. Мен кейбір фильмдерімде бұрын мысалы түскен адамдарды түсірдім. Мысалы Кардиограмма деген фильмде кімді түсірдім? Гүлнара Дусматованы. Ол да енді актриса ғой, енді театрда болмаса да кинода ойнап жүрген. Бірақ оның ешқандай маған актерлық жағынан ешқандай қызық емес. Ол әйелді мен сол адам ретінде түсірдім. Сондай анда-санда болып тұрады. Бірақ енді мен бас рөлде ешқашан, қазір мен қанша бір 8-9 фильм түсірген шығармын. Ешқашан бас рөлде актерді жолатқан емеспін. И алмайым да одан мен кино түсірмей-ақ кетейін, бірақ актерді әсіресе басты рөлде жолатуға болмайды деп ойлаймын. Себебі театрдан бөлек өнер бұл, өзінің жолы бар. Сондықтан ол актер емес болған қараудың керегі жоқ. Бірақ енді қараңыз, бұл осы фильмге дайындалып жатқан кезде бір қызық жағдай болды. Бұл басты рөлде біз Мади Балжанов деген бір жігіт бар. Қазір кино түсіріп жүр ол. Бұрын архитектор болған. Сол жігітті түсіреміз деп ойлағанбыз. Бірақ ол жігіт қазақ мектебін бітірсе де Алматыда. Бірақ енді Алматының балаларын білесіңдер ғой, жаңағы көрініп тұр да, тілінен, түрінен орысша ойлайтын. Сәл болса да акцент бар. Соны ол жігіт бірақ енді молодец, біраз еңбектенді. 1-2 ай дайындалған кезде жаңағы Махамбеттің өлеңдерін жаттады, акцентті почти айырылғандай болды да. Бірақ сонда да енді дәл енді 100% келмейтін еді ол жігіт анау жаңа образға. Сол кезде анау пандемия деген жақсы болды бізге. Сөйтіп бізді 3 айға жауып тастады ғой бүкіл Қазақстанды. Сол кезде мен жаңағы интернеттен жігіттер деген квартеттің өлеңін көріп қалдым. Несін, клипін. Сол кезде жаңағы 4 жігіт қой өзі. Соның оң жағында ғана ат жақты жігіт. Сол маған ұнап, сол нағыз қазақтың ақынына келетін сияқты болып көрінді. Және де ол анау 100% қазақтың жалпақ тілімен сөйлейтін көрініп тұр ғой түрлерінен. Сондықтан соны мен алдым. Енді Мади молодец болды, өкпелеген жоқ. Ол түсінді. Анау жаңағы Ердосты алдық басты рөлге, онан кейін
сол квартеттің сол жағында тұратын жігіт бар, әнші Бағлан Құдайбергенов деген фамилиясы. Абдраимов. Сол жігітті біз жаңағы ақынның құрылысшы досы, кластасы, соның рөліне Қадыр деген менің де кластасым бар еді, содан шыққан образ, соның рөліне шақырдық. Ол екеуі түсті, менің ойымша жақсы түскен сияқты. Жақсы, рахмет аға. Мынау сол ақын фильмінде көрерменге көрген кезде бір жасырын байқалмауы мүмкін бір ой бар ма режиссер ретінде? Енді оны көрерменнен сұрау керек. Біз қолымыздан келгенше түсірдік қой енді. Енді біреуге ұнар, біреуге ұнамас, енді өздері білсін. Бірақ енді менің фильмдердің көрермені көп емес Қазақстанда, оны мойындау керек. Себебі менің ойымша көрерменнің көбісі тек қана Қазақстан емес, дүние жүзінде жаңағыдай театральный фильмдерге үйренген, соны фильм деп қабылдайды. Сондықтан менің фильмдерді көрген кезде мынау немене бәле деп ойлауы мүмкін. Скорее всего. Мысалы мен ауылда барған кезде тіпті менің жақындарым өзі айтатын, сендер не ит қуып жүрсіңдер Алматыда, киноны түсіргеннен кейін Сұлтан Сүлеймен сияқты түсірмейсіңдер ма деп. Міне нағыз кино деп. Мына сериал бар ғой түріктің. Міне сондай нәрселерді кино деп қабылдайды көрерменнің 99%. Сондықтан оларға не айтасың? Ол енді таңдау керек көрермен дедіңіз. Ол көрерменмен ешкім жұмыс істеп жатқан ешкім жоқ. Оларды мектепте оларға кино туралы сабақ беріп жатқан жоқ. Сондықтан олар жаңағы сериалға соған үйренген, сондай деп қабылдайды. Бірақ енді ол менің жұмысым емес, менің жұмысым фильм түсіру ғой, өзім ұнайтын. Жалпы осы фильмді түсіру барысында өзіңізге ерекше ұнаған сценаны айта кетсеңіз, қай сцена ерекше көңіліңізден орын алды? Енді қай балаң жақсы көресің деген сияқты ғой мынау. Или папаңды ма, мамаңды ма жақсы көресің ба деген сияқты. Бірақ енді негізгі бір аптадай асықпай әбден түсірген сценамыз ол жаңағы Махамбеттің жаңағы қаза болатын сценасы. Оны бір аптадай түсірдік. Мынау Қапшағайдың ар жағында. Оның кейін екінші сцена маған ұнайтыны, анау ақын автосалонға келеді. Жаңағы ақша берем деп дәметіп қойды ғой жаңағы байлар, кітап жазсаң. Соның кейін енді ақша болса неге жаратам деген сияқты сөйтіп қызығып, менде неге алмасқа, анау бизнесмендер сияқты неге мінбеске, мынандай машинеге деп жаңағы автосалонға келіп алдын ала таңдаған болады. Сол кездегі сол сцена менің ойымша киноның тілімен алғанда жақсы шыққан сияқты, себебі ішінде сөз жоқ, бірақ жаңағы көрініп тұр да. Сізге ұнайтын сцена сол ғой? Енді қалғандары да енді өзім фильмді мен қалай ұнайды ұнамайды деп айтамын. Белгілі сценасын. Бірақ енді жаңа есіме түсіп тұрған сол сцена, немесе анау жаңағыдай қорлық көргеннен кейін үйіне келіп анау ваннадағы суға шомылып жатады ғой. Сол да киноның тілімен қарасаң жақсы сцена сияқты. Жақсы. Енді жалпы осы уақытқа дейін 8-9 фильм түсірдім деп жатырсыз ғой. Соның ішіндегі сізге ең қиынға соққан сцена бар ма? Және ол қиын болса, сізге ол қалай әсер етті, қалай жаныңызда қалды сол? Ең қиыны мен айта аламын, ол фильмді анау 2001 жылы мен Жол деген фильм түсірдім. Қазақтың режиссер туралы. Сол фильм түсіру өте қиын соқты, тек қана маған емес барлығымызға. Себебі анау басты рөлге алған жігіт, ол жартылай тәжік жігіт етін, сол мына кинодағы рөлге менің ойымша ол келді, жақсы ойнап шыққан сияқты. Бірақ анау өмірде жұмыс істеген кезде жаңағы жігіттің характері өте қиын екен де, мінез. Сол бүкіл жаңағы қанша 2 айдай ма 3 ай ма түсірдік қой, сонда жаңағы стресспен ұстап тұрды да. Сондай болады кейбір жұмыс істеу ана жігітпен өте қиын екен, мінезі қиын екен. Сол фильм ең қиын деп ойлаймын. Жалпы осы фильмнің түсіріліміне қайтадан оралатын болсаңыз, несін өзгертер едіңіз? Қай фильмнің? Ақын фильмінің. Ақын фильмінің қайта оралатын болса, мен еш нәрсені өзгертпейтін едім.
дәл осы қалпында, иә? Мен тек қана ол емес, басқа фильмдерде де еш нәрсе өзгертпейтін едім. Жақсы, түсінікті. Жалпыға енді осы қазақ өнері, қазақ кино өнері дейікші, ол әлемдік деңгейге жету үшін бізге әлі қанша уақыт керек? Менің ойымша әлемдік деңгейге баяғыда жетіп қойған. Әлемдік деңгей деген не деңгей ол? Әлемдік деңгей деген басқа фильмдермен бәсекеге түседі. Жаңағы сенің сұрап отқаның не ғой, жаңағы Сұлтан Сүлейман сияқты фильмді қашан түсіресің деген сияқты ғой. Ол енді бұған сен өзің кінәлісің мұндай сұрақ бергеніңе. Мұндай сұрақ біріншіден кез келген режиссерға былай ойлап қарасаң, бұл нағыз қорлау ғой. Жоқ, басқа шақырып қашан анандайдың деңгейіне жетесің дегенді, оны ары қарай расшифровка жасасақ, сіздің фильміңіз Қазақстанға пайдет, бірақ енді басқа жерде сіздің фильміңізден күшті, қашан соны жететін деген сияқты. Ол енді сен түсініп отырсың ба, ол қорлау режиссерді. Онда неге шақырдыңдар мені? Ойыңызды білек дегеніміз не сияқты ғой, мысалы шақырып алып, сіздің балаңыз жақсы или қызыңыз, бірақ енді пәленшенің, мысалы Американың балаларына жетпейді ғой, соған қашан. Ол былай қарап отырсаң өзіңді қорлау. Себебі сен қазақсың, Қазақстанда отырсың, қазақтың фильмінде істейсің. Сонда да сен подсознанияңда, оказывается, сен қазақтың фильмдерін, әндерін мүмкін басқа жақтарында басқалардан төмен қояды екенсің. Қашан біз соған жетеміз деген сондай ой, ол жаңағы комплекс неполноценность деген осыдан шығады. Мұндай жаңағы комплекстен жаңағы сенің айтқандай сұрақ шығады. Ондай сұрақ талай жерде мен естіп жүрмін. Бір жағынан жаңағы жағынан ол дұрыс емес. Екінші жағынан ол қазақ киносының деңгейі деген ол мынандай ғой. Больницадағы аурулардың орташа температурасы деген сияқты ғой. Немесе былай айтуға болады. Қазақ жігіттерінің, қыздарының махаббатының деңгейі қашан әлемдік деңгейге жетеді деген сияқты. Онда сұрақты былай бұрайық. Тек қана маған ғана емес, басқаларға да қоямыз. Қоймай-ақ қойыңдар, себебі жаңағы кім біледі, кейбіреулер шығып кетуі мүмкін мынандай сұрақты. Онда ағай, сұрақты басқалай бұрайық. Осы басқа әлемдік кинолар мен қазақстандық кинолардың айырмашылығы неде? Әр нәрсенің өзіндік бір ерекшелігі, айырмашылығы болады ғой. Сол сияқты екі жақтың өзіндік бір айырмашылығын айта кетсеңіз. Жоқ, мен тағы да айтып отырмын ғой, қазақтың киносы деген общий сөздерді қою керек. Енді әр ұлттың өзіндік бір ерекшелігі болады ғой. Мысалы, бізбен бір елді алып салыстырып көріңіз. Мысалы, біздің ерекшелігіміз, өзіміздің бір ұлттық ерекшелігіміз осы да деп. Біріншіден ол фильмнің ішіндегі жүргендер қазақтар олар. Олар әрине жаңағы европейцтерге, американецтерге, қытайларға ұқсамайды, түрлері ұқсамайды, тілдері бөлек. Сол жағынан ерекшелік шығар, бірақ енді олай сұрамау керек менің ойымша. Қазақтың бір режиссері мен екінші режиссерінің фильмдерінің ерекшелігі вот міне нағыз ай мен көктей. Ал орташа деген ол дұрыс емес. Ол енді сендер жаңағы өндірістік бір немесе прокат жағынан сондай бір системный нәрселерді сұрауға болады. Мысалы, неге бізде кинотеатр аз деген сияқты, неге касса анау-мынау деген сияқты. Ол жағынан жауап беруге болады. Бірақ енді айтып тұрмын ғой, жаңағы ол махаббат сияқты нәрсе ғой. Сіздің махаббатыңыз пәленшенің махаббатына қашан жетеді, қандай ерекшелігі бар деген. Ол әркімнің өзінің махаббаты бар ішінде, өзінің әкесі бар, шешесі бар, балалары бар, немерелері бар деген сияқты. Оны салыстыруға менің ойымша болмайды. Онда общий нәрселерді қоюға болмайды. Айтып тұрмын ғой, жаңағы больницадағы орташа температура сияқты ғой. Бессмысленный сұрақ. Жақсы. Енді онда мына сұраққа көшейікші. Енді бізде Қазақстанда кино түсіріп жүрген продакшндар бар, мысалы, кинокомпаниялар бар, мысалы. Сәлем Соушылда, мысалы, біздің Қазақстанда веб-сериалдар түсіретін. Соны Қазақстандағы Netflix дейді да? Осыған ойыңыз қалай? Мен шын айтайын, басқа фильмдерді почти көрмеймін. Сондықтан ол Netflix деген не екенін білмеймін. Сәлем Соушыл деген не екенін білмеймін. Жақсы. Онша білгім де келмейді. Рахмет. Менің жұмысым, мен прокатчик емеспін. Менің жұмысым фильм шығару. Жақсы.
Жалпы онда басқа сұрақтарға көшейік, әлемнен бөлек. Елімізде қоғамның даму барысына көңіліңіз тола ма? Жалпы айтқан кезде толады. Жалпы. Құдайға шүкір. Басқалармен салыстырған кезде. Тек қана жаман жағын көріп отырсаң, әрине толмайды ол. Ол барлық нәрсе сен өмірдің жақсы жағын көресің ба, жаман жағын көресің ба, шүкіршілігің бар ма, сондай сияқты ғой. Сондықтан мен мысалы ешқашан оппозицияға барған емеспін. В целом толады. Жақсы, енді қоғамда, мысалы қазіргі қоғамда барлығы қолжетімді, барлығы бар дейікші. Бірақ енді бұл қоғамға бір жетіспейтін дүние бар ғой. Сіздің ойыңызша бұл қоғамға не жетіспейді? Өмірде еш ылғи жетіспейтін дүние болады. Ол өмір сонысымен қызық қой. Барлық жерде, барлық елде жетіспейтін. Қоғамнан адамға не жетіспейді дейікші? Қоғамнан адамға адамның жеке өмірін қоя тұрып деген. Енді мысалы мына бай мен кедей болып бөліне берген қазаққа онша жараспайтын сияқты. Бірақ енді өмірде адамдар әртүрлі ғой. Біреу ақылды, біреуге қарағанда біреу көбірек жұмыс істейді, біреу қулау. Сол жағынан барлық адам бірдей болуы мүмкін емес ол. Барлығы бірдей болғанда дұрыс емес. Ол бір жаңағы крайность дейікші орысша. Ал шіли бөлініп кетіп, бай мен кедей болып арасы тіпті алшақтап кеткен, ол другая крайность. Сондықтан ол да дұрыс емес. Ол менің ойымша негізгі бір қоғамның бір несі, аурулары сол жаңағы шіли бөлініп кету. Хотя в целом мен оған қарсы емеспін. Барлық адам бірдей болуы мүмкін емес. Біз мысалы сендер білмейсіңдер ғой, мен өмірімнің жартысын социалистік қоғамда өмір сүрдік біз, жартысын капиталистік қоғамда. Сонда мысалы бұрын барлығы шіли бірдей етінде шіли. Мысалы екі этажды үй салсаң, уже проблема болатын. Сендер оны білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Уже справка іздеп келетін. Немесе бір Волга алсаң, көршің мысалы арыз жазуы мүмкін, тексеру мүмкін Волганы. Ол енді бір жаңағы крайность. Ал қазір екінші крайность, кейбіреулер мысалы күнін көрмей жатыр, ал кейбіреулер жеке самолетпен жүр, сондық бір сарайлар салып алған. Осы менің ойымша дұрыс емес. Шындық сол екеуінің ортасында, золотая середина дейді ғой, соған ұмтылу керек сияқты. Шілешектен шыққан ол барлық жақта онша жақсы емес. Жалпы осы қоғам жайлы сұрақта, қоғамның дерті немқұрайлық па? Мысалы, әр нәрсенің плюсы, минусы болады, сол минустың дерті не деп ойлайсыз? Немқұрайлықпен қарау ма, жай әшейін қарай салу ма? Басты себептерінің бірі не деп ойлайсыз? Қоғамның дерті енді қазіргі заманда немқұрайлы қараймыз ғой көп дүниеге. Осы ма дегісі келіп тұр сұрақ. Енді қоғам ол сіз бен біздің жаңа қалай қарайтынына қарамайды, ол стихийный нәрсе ғой ол. Табиғи, талдың өскен сияқты, немесе жаңа өзеннің аққан сияқты, ол бір өзінің бір заңдылықтарымен өмір сүреді қоғам. Оған көп неғыла бермеу керек. Мысалы, менің ойымша мен бірінші мамандығым математик. Ғылым мен кішкене нем бар, хабарым бар. Сонда қазір мен енді гуманитарлардың ішінде жүрмін ғой. Сонда бұлай салыстырып қараған кезде, гуманитарийлар, жазушылар, актерлар, кинода істейтіндер, біртүрлі жаңағы деңгейі төменде, жаңағы ғылыми көзқарасқа қарағанда. Мен мысалы талай жазушылардан, мысалы бәрінен емес, бірақ біразінен білем, араласам, кішкене оқығандарымыз бар. Сон тамаша жақсылы жаманды мысалы жазады ғой, бірақ солардан кей кезде мынандай сұрағым келеді да, жігіттер, сендер осы қалада не адасып жүрсіңдер? Ауылға барып тұрмайсыңдар. Себебі ана жаңағы ойлау деңгейі, болмысы, жаңағы материалдары, жұмыс істеп жүрген барлығы ауылдың деңгейінде, ауылдан шыға алмай қалған. Хотя олар қалада тұрады, сөйтіп қаладағыларға ақыл айтады, бірақ жаңағы артта қалған. Әсіресе мысалы ғылымның, техниканың, инженерлердің көзқарастарына қараған кезде мысалы
көп гуманитарлар әсіресе Қазақстанда артта қалған, оны мойындау керек. Сол жағынан да үлкен проблема. Сондықтан олар ойлайды, мысалы барлық нәрсе бір адамға ғана байланысты деп та. Мысалы президент пәленше келсе бәрі жақсы болып кетеді, басқа бір адам келсе бәрі жаман болады деп. Жаңағыдай бір жүйелі көзқарас жоқ та, системный взгляд деп, ғылыми. Ғылымның өзінің бір даму заңдылықтары бар, оны ешкім өзгерте алмайды. Ол Назарбаев па, Қонаев па, Тоқаев па, ешкім өзгерте алмайды оны. Сондай нәрселерді көре білу керек сияқты менің ойымша қазір қазақ қоғамында. Жаңағыдай бір ғылыми көзқарас. Тек қана эмоциямен берілмеу керек, кішкене миды да қосу керек. А ол ми деген ол жаңағы ғылым жақтан келетін нәрсе. Жақсы. Енді жаңа көптеген азаматтарды, кей жастарды енді кішкене ауылдың деңгейінен аса алмай қалған, артта қалған деп жатсыз ғой. Енді жалпы Абай заманындағы қазақ пен қазіргі замандағы қазақтың айырмашылығы қандай? Почти сондай ғой. Көрдің ба, жаңағы Абай қалай қиындық көрген, ана қоғамның жаңағы артта қалғанына өкініп, жаңағы қазағым қалың жұртым ұсарасыз аузыңа түстай мұртың деп. Сондай сөзді қазіргі кезде де айтқың келеді да. Бірақ енді ол барлық уақытта болуы мүмкін, ол барлық қоғамда болуы мүмкін. Себебі жаңағы Абай сияқты кейбір адамдар алға шығып кетеді ғой, сөйтіп анау көпшілікке кішкене жаңағыдай бір наз айтады да, көңілі толмай. Ол енді жаңағы данышпан генийлердің ол енді несі ғой, енді тағдыры ғой. Ол солай болған, солай бола береді. Заман өзгерсе де қазақ өзгерген жоқ дегіңіз келеді ғой? Жоқ, өзгерді ғой. Бірақ енді салыстырмалы түрде ғой, жаңағы көпшілік тобыр, олар не ғой енді, жай қимылдайды ғой, жай дамиды ғой, жай дамиды. Менің ойымша үлкен бір проблема қазіргі кездің негізгі мынау несі, мазмұны, әсіресе қазақ халқына қаратып айтсақ, ол қазақ халқы ақырын ауылдың халқынан қаланың халқына ауысып жатыр. Қала ауылдан қалаға ауысып жатыр. Сондай деформация болып жатыр да. Дәстүрлі қоғам ақырын деформация болып, сөйтіп өзгеріп жатыр. Жаңағы модернизованный қазіргі заманауи қоғамға ақырына сол ауысқан кезде ол ылғи жаңағыдай не болады, қиын жағдай болады, қиын, болезненный процесс дейміз ғой. Сол процесс менің ойымша жүріп жатыр. Кинода да, әдебиетте де, өнерде де соны көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Мысалы мен 12-ші жылы «Студент» деген фильм түсірдім. Ол анау Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» деген романының желісі бойынша. Соны мен Қазақстанға ауыстырдым. Себебі неге ол романға мен қызықтым? Себебі ол роман Ресейге капитализм келіп, Ресейдің орыстың жаңағы дәстүрлі қоғамының жаңағы өзгеріп атқан туралы роман ол. Себебі сол 1860 жылдары жазылған роман ғой ол. Сол кезде мысалы капитализм ақырын Ресейге келді де, барлығы жаңағы ақшамен өлшене бастады. Ақша сөйлейтін заман болды. Дәл сол заман бізге де қазір келді. Сондықтан дәл сол Достоевскийдің жаңағы Раскольниковтың проблемасы менің ойымша қазірде капитализмнің екінші рет келуі ғой бұл жерде. Дубль. Екінші дубль. Ол Ресейге де келді. Сондықтан сондай ойлар, сондай мәселелер, проблемалар маған нағыз сол қазіргі қоғамның проблемасы болып көрінді. Сол фильмді түсірдім. Жарайды, оны біраз шетелдің жаңағы фестивальдерінде апардық, Канға апардық деген сияқты. Бірақ ол фильм «Студент» ол бір күнге болса да жаңағы прокатқа шыққан жоқ. Себебі сол кездегі киноны басқарып отырған адамдар сөйтіп шешті ма, немесе көрерменге керек емес екенін сөйтіп. Жарайды, енді ешкімге керегі жоқ. Қазақстанда қазақтың фильмі емес, қазақтардың оны көрмейді деп сондай бір үрдіс болған сияқты болды да, жарайды, оған не істеймін, бәріне мен кінәлімін деп оны жылы жауып қойдық.
Содан былай қарап отырсаң, қазақтың көрермендері жаңағы көбінесе комедияны жақсы көреді екен. Бәрі тамаша сияқты екен. Мен енді қателескен сияқтымын деп сөйтіп жүрдім да, бір уақытта жаңағы былтыр қаңтарда бұрқ ете қалды. Сол кезде мен бір жағынан әрине ол жаңағы Қазақстанның қоғамның мүшесі ретінде әрине мен не қыламын ғой, қорқасың, жаңағы өкінесің. Бірақ екінші жағынан режиссер, автор ретінде мен ойладым, оказывается, мен ана фильмді дұрыс түсіріппін ғой деп. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол жаңағы көпшіліктің баруымен ғана өлшенбейді ондай нәрселер. Одан да терең нәрселер бар, процестер. Ол жаңағы мысалы қаңтардағы мысалы жаңағы көтеріліс, ол салыстырмалы түрде айтқан кезде жаңағыдай ақшасында бір тиын жоқ, студенттердің ашуы ғой енді, содан шыққан ғой. Ол міндетті түрде ол студент болуымыз, ол мысалы базарда жаңағы арба тасып жүру мүмкін, күнін зорға көріп жүргендер ғой, сол бір жерде квартира жалдап, сол деген Раскольниковтардың бунты ғой. Раскольниковтардың капитализмге қарсы баймен кедей болып бөлінуге қарсы бунт, менің ойымша, көтеріліс. Демек, менің фильмім дұрыс түсірілген деп мен шештім өзім. Оны ешкім көрмесе де, оны ешкім талқыламаса да, бірақ менің ойымша менікі дұрыс. Ал жаңағыдай көңілді, пәленші жақтағы бизнес, түгенші жақтағы бизнес деп бір фильмдердікі дұрыс емес. Ол енді жаңағы демалу үшін керек қой әрине. Ол касса жинайды, бірақ ол қоғамның нервісін, қоғамның проблемаларына ешқандай қатысы жоқ. Аха. Біздегі талай мысалы жоңғарлардың басын алған батырларға сенесіз бе, әлде оны рухшылдық деп есептейсіз бе? Қараңыз, мынарда тағы бір айтайын деп жүрген бір мәселе бар. Менің ойымша, былай қарасаңыздар, қазақ шіли артқа қарайды да, артқа қарайды. Мысалы, 3 романның біреуі, 3 фильмнің біреуі міндетті түрде тарихпен байланысты. И бірде бір научный фантастика, ғылыми фантастика жоқ. Бірде бір фильм көрген емеспін мен, бірде бір романды оқыған емеспін. Фантастика. Ол фантастика деген не? Ол болашаққа алдыға қарау. Ылғи, ал енді қараңыз, сіз енді жарайды. Артқа қарап жүріп көріңдерші, мысалы көшеде. Бір 10 қадамнан кейін құлайсың бір нәрсеге сүрініп, басыңды артыңа қарап. Ненормальный нәрсе ғой, адам жүргеннен кейін алдына қарау керек. Енді кейбір адамдар да айтады ғой, тарихты білмей болашақты болжау қиын деп. Енді сол білу керек шығар. Тарих арқылы елге тану керек дейді. Білу керек, мысалы анда-санда көшемен мысалы жүріп келе жатқан кезде анда-санда артыңа қарап қоюың керек қой, машина басып кетті. Бірақ негізгі мысалы 99% алдыңа қарау керек қой, анда-санда жан-жағыңа да қарау керек, басқа елдерге мына жақтан машина келіп қала ма деген сияқты. Бірақ негізгі енді адам солай жаратқан ғой, егер де жүргің келсе алдыңа қарауың керек. Бұрын мысалы Совет үкіметі кезінде ғылым мен техника кішкене бар етін. Мысалы бір жазушы бар етін, Абдулхамид Мархабаев деген. Сендер оқыған жоқсыңдар ма? Сол кісі жаңа фантастикалық әңгімелер жазатын. Мәдениет және тұрмыс деген журнал алатынбыз біз, әкем жаздырып. Соның ішінде мен біраз әңгімелерін оқығам. Одан кейін Шоқан Әлімбаев деген жазушы болды. Ол да жаңа фантастика туралы кішкене жазбақшы болды. Бірақ енді жалпы қазақтың жазушылары алға қарамайтын сияқты. Мен қазақтың жазушыларының ішінде бір жаңағы заманауи, современный деп айтайықшы, 2 жазушыны жақсы көрем. Ол жазушылар прозаик, ол Оралхан Бөкеев. Екіншісі ақын, ол Олжас Сүлейменов. Осы 2 тұлға менің ойымша ол қазіргі кездегі заманауи тұлға. Себебі ол жаңағыдай современный, заманауи қазіргі кездің адам болу үшін міндетті түрде ол техникамен, міндетті түрде ғылыммен айналысу керек емес ол. Оның көзқарасы, даму деңгейі современный болу керек. Мысалы, анау Қарғызы деген повесть бар, Оралхан Бөкеевтің. Сонда 3 жігіт
қысты күні трактормен ДТ деген трактор болған, сонымен шөпке барады. Сонда қараңыз, егер де жаңағы жазушының орнында, Оралхан Бөкеевтің орнында басқа жазушы болғанда, жаңағы ДТ-мен барады, сөйтеді, жолда бір шалдың үйіне қонады, ол үйде әдемі қыз болады, сөйтіп түстеріне жаңағы енеді, қыз енеді. Енді қараңыз, егер де басқа жазушы болғанда, олар міндетті түрде атпен баратын еді, и олардың түсіне или Шыңғысхан кіретін еді, немесе жаңағы ата-бабалары кіретін еді, батыр жаңағы жоңғарды шауып атқан. Міне артта қалған көзқарас пен заманауи көзқарастың айырмашылығы осы. Енді ол Совет үкіметі кезінде колхозда әрине ол ДТ-мен барады, трактормен. Оның өзі көрдіңіз бе, жаңағы бір қазіргі кездің несі, техникасы. Екінші жағынан ол 20-дағы жігіттердің түсіне қыз кірмей не кіреді ол? Ол Шыңғысхан кірмейді олардың көзіне. Шыңғысхан шалдардың түсіне кіреді. Немесе жаңағыда артта қалған жазушылардың, тарихшылардың. Ал енді 20 жасарлардың балаларының міне нағыз шындық деген осы өмірдің шындығы. Қыз кірмей кім кіреді 20 жаста? Гиперсексуальный не ғой енді, жас қой. Әрине кіреді. Міне шындық деген осы. Немесе тағы бір мынандай бір айтайын деп жүрген нәрсе бар. Мысалы, қазақ әдебиеті қазақтың киносына көп әсер етті. Бұлай қарасаңыз, мысалы, киноның тарихына қарасаңыз, қазақ фильмдерінің бір 5 фильмнің біреуі міндетті түрде бір әдебиетке байланысты. Әдебиеттен шыққан. Ал енді кино қазақтың әдебиетіне бірде-бір әсер еткен жоқ. Менің атым Қожашай. Менің атым жоқ, ол наоборот, жаңағы әдебиеттен шыққан. Мен айтайын деп отырғаным, менің айтайын деп отырғаным, қазіргі әдебиет ол егер де заманауи артта қалғысы келмесе, ол міндетті түрде ғылымды, техниканы, киноның, телевидениенің, интернеттің әсері болу керек ондай әдебиетте. Онсыз әдебиет менің ойымша артта қалған әдебиет болады. Сол жоқ болып тұр ғой, сол жоқ болып тұр. Мысалы Бергманды білетін мен бірақ жазушыны білем, ол Олжас Сүлейменов. Бір жазушы неге барған кезде, бір юбилейный барған кезде айтып қалды. Бергманның фильмдеріндегідей, Әзербайжанда, Бакуда көтеріліс болған баяғыда. Соған барған кезде жаңағы метроға кірсем дейді, ешкім жоқ дейді. Бергманның фильмдегідей жаңағы қорқынышты сезім болды. Демек Бергман дегенді біледі екен. Бергманды басқа қай жазушы біледі? Қай жазушы оның сөзінің несін жаңағы әңгімесінің ішінен табасыз? Білмейді. Киноны білмеген менің ойымша адамдар қазір артта қала береді. Себебі кино нөмір бірінші не ғой? Өнер ғой қазір. Лениннің осыдан 100 жыл бойы айтқан нәрсесі қазір келді. Ол 100 жыл бұрын, мысалы, ол кино нөмір бірінші болған жоқ. Мысалы, әдебиет болды, өнер алды қызыл тіл деген болды, мысалы. Бірақ қазір енді сол қағида менің ойымша өзгеру керек. Менің ойымша өнер алды қазір экран. Кино, телевидение, интернет, жаңағы сендердің подкасттарың. Міне осындай нәрселер болу керек менің ойымша қазіргі кездің өнерінде. Жақсы, енді әр заманда жаңағы Абай сияқты тұлғалар шықты, болды деп жатсыз ғой. Енді бізге мысалы идеал тұлға ретінде, үлгі алатын тұлға ретінде Батыр болмыста, Алпамыс, Қобыланды, енді сол кісілерге сол кісілер сияқты намысты батырлы ұрпақ болуға тырысамыз ғой. Енді жалпы қазіргі қоғам неге сол Алпамыс, Қобыландыларға зәру болып отыр? Ондай адамдар көп шықпай жатыр ма? Мен ойымша қазір батырды іздемеу керек, қазір ақылды адамдарды іздеу керек. Қазіргі қоғамға икем деп айтып жатқаным ғой. Баяғы ғана мысалы білімді білекті бірді жеңет, білімді мыңды жеңет деп айтқан заман қазір келді. Ол бұрын айтылған нәрсе ғой. Ол кезде мұндай емес етін. Бірақ енді жаңа осы сөзді айтқан адам ол алдына өте данышпан адам да. 100 жыл бұрын айтылған нәрсе. Қазір міне шынымен батырлардың уақыты емес, жаңағы білектілердің емес, білімділердің уақыты келді. Ол жағынан да енді бір үміт бар, әрине бар. Мысалы қазақтың кейбір фильмдері, кейбір мысалы
қазіргі кездің батыры анау Бибісар Асаубаева мысалы. Қыз болса да ол бүкіл қазақ халқына көрсетті да, дәлелдеді. Оказывается, қазақтар жаңағыдай ойланатын, ақылмен істейтін нәрселерде дүние жүзінде бірінші болуына болады екен. Көрдіңіз ба? Бір емес, екі рет. Ол случайно емес демек. Демек, жаңағыдай салада да, мысалы бұрын шахматтан ойнайтындар кімдер еді? Олар орыстар, еврейлер, қытайлар, үнділер солар еді. Олардың әр жағында мысалы миллиардтаған халық тұр. И какой-то бір 10-15 миллион халықтың ішінен жаңағыдай қыз шығып, барлық шахматистердің бәрін жеңді. Демек, бұл өте үлкен, бұлай ойлап қарасаң, бұл жай әшейін, бұл не емес, құбылыс емес, жай оқиға емес. Мұның ар жағында үлкен бір үміт беретін, қазақтарға дух беретін нәрсе жатыр. Қазіргі кездің батырлары, мен ойымша, сондай нәрселер. Ғалымдар. Мысалы, мен осы Тара жақтың адамын жиі барып тұрам. Сонда жолда ескерткіштер бар да, әрбір ауылда. Бәрі атқа мінген батырлар. Сонда мен ойлаймын, сол ауылдан неужели бір жақсы дәрігер, инженер, ғалым, спортсмен шықпады? Соларға ескерткіш қайда? Барлығы атқа мінген батырлар. Енді ол өткен заманмен кетті ғой, оған көп. Онан кейін тек қана өткен заманға қарай беретін кейбір қоғамдар, құрып кеткен қоғамдар бар менің ойымша. Бір елдің, қазір атын ұмытып тұрмын, бір елдер болған, мысалы жаңағы ата бабаларына ескерткіш қоя бергенде, ескерткіш қойғанда олар үлкен монументтер сала берген. Сөйтіп бүкіл экономикасы барлығы соған кетіп, жаңа монументке, сөйтіп жаңағы ел мысалы жоқ болып кеткен. Сондықтан менің ойымша бірінші кезекте алға қарау керек. Менің ойымша қазіргі кездің адамы бар ғой, мынау тал сияқты болу керек. Талдың тамыры болады. Ол тамыры деген не? Ол өзінің тілі, өзінің ауылы, өзінің жаңағы кішкентай болса да жаңағы отаны. Мұның кейін ол тамыр, бірақ ол жердің астында қалмау керек. Қараңғыда. Ол шығу керек. Жердің астынан шығу керек. Сонда ғана жаңағы тамырда мағына болады. Сөйтіп ол өсу керек. Сөйтіп оның жемістері басқа жаңа көршінің шаруақтарына да жету керек. Сондықтан қазіргі кездің адамы, менің ойымша, ол тек қана өзінің мәдениетінде, өзінің жерінде қалмай, ол басқа нәрселерінде хабардар болу керек. Ол бұрын мысалы болатын. Бұрын мысалы әркім ауылында өзінің елінде тұра беретін да. Бір изолированный бір қоғамдар болады, мысалы Жапония сияқты. Оларда болуы мүмкін, бірақ енді көбісіне қазіргі заманда ондай мүмкіншілік жоқ қой. Сондықтан екі-үш тіл білу керек. Басқа жерден Бергманның кім екенін білу керек, мысалы. Қанша сен өзің патриотың болып бара жатсаң да, білу керек. Басқа Эйнштейннің кім екенін білу керек. Оның не жазған, Ньютонның білу керек. Себебі оны білмесең, одан жақсы болмайсың. Патриотизм деген одан шықпайды. Патриот болу үшін мен ойымша бірінші кезекте қазіргі кездің адамы болу керек, дамыған. Аха. Жалпы қазір халық жайлы айтып жатырмыз ғой. Біздің халық тым бала мінезді халық деп ойламайсыз ба? Біздің халық, менің ойымша, бала мінезді болғанда қалай, эмоция көп та, эмоция көп, жаңағы сабыр сақтайтын, жаңағы ақыл жаңағыдай рассудық, жаңағы баспен істейтін, ақылмен істейтін нәрселер аздау да. Мысалы кейбір, мысалы бұрын бір ток-шоулар болатын телевидениеде. Қазірде бар шығар енді. Мысалы, мыняқа 3 адамды қойып қойып, мыняқа 3 адамды қойып қойып, жаңағы бір талқылайды да. Сонда 6 адам бірден сөйлейді да. Бірінің сөзін тыңдамайды, бірден жаңағы 6 адам сөйлейді. Міне мынау эмоция деген, шілей эмоция, жаңағы бала мінез деп айтылсын ғой. Міне бар ондай мәселе бар. Сондықтан ол басқа біреуді тыңдау керек, ол үшін кішкене салмақтылау болу керек, мен ойымша. Жақсы, енді кино жайлы көшейік, енді сіз саясаттан
ешқандай алып қосарым берерім айтарым жоқ деп отырсыз ғой. Жалпы енді мына бір сөзіңіз бар екен, кино таңдаушыларға бөлек оқу орны ашу керек деп. Ол дұрыс па жалпы? Кімдерге? Кино танушыларға. Сен дұрыс түсінбегенсің. Киногерлерге кино институтын ашу керек. Менің ойымша ол қазақтың қазір тек қана киносында емес, қазақтың мәдениетіндегі нөмір бірінші проблема осы. Себебі кино институт деген ол почти барлық елде бар. Мен осыдан бір 10-15 жыл бұрын Мароккоға барғам. Бір фестивальға. Сол жерде жақсы кино институт бар екен. Оны сол елдің принці ашыпты. Маған бір буклетін беріп жүрген, үйде әлі жатыр. Қандай тамаша институт. Немесе мысалы Францияда 2-3 кино институт бар. Өткенде анау Кореядан келді студенттер. 4 институт бар деді деймін. Ал бізде бірдей институт жоқ. Ресейде мысалы 2 институт бар. Мемлекеттік ұлттың өзін айтып отырмын. Оның кейін жаңағы жекеменшік частный институттар тағы бар оларда. Менің ойымша кино ол жаңағы театральный институт қой, қазір Жүргеновке деп отырғанымыз. Жүргенов ол бұрыннан сол театрдың институты болған, сөйтіп ол қалады, себебі өзінің жаңағы табиғаты сондай. Ал енді бұлай қарасаңыз, киноның рөлі театрдан да басқа өнердің түрлерінен де жоғары тұрды ойлаймын. Сондықтан киноның институты болмағаны ол өте үлкен проблема. Мысалы, өзбектер осыдан 2-3 жыл бұрын ашып алды. ВГИК-тің филиалын ашып алды. Мен осыдан 7-8 жыл бұрын хат жазғам. Тоқаевқа жаздым деймін. Сөйтіп, соның президенттің администрациясының жұмыс істейтін бір кісі де бір жиналыста қолына берген мен. Кино институты ашу керек деген. Ол жетті ма, жеткен жоқ. Бірақ осы осы теманы қозғап атқан адамдар аз. Мен ойымша осыны айту керек. Депутаттар болсын. Себебі киноның ар жағында идеология тұр ғой. Телевидение тұр. Көрдіңіз бе? Мына интернетіңізде, осы подкастыңызда барлығы киномен өте жақын нәрселер. Соның сояқтан шығып атқан нәрсе. Себебі экранмен. Сондықтан оның көйін қараңыз. Қазір жастар кітапты күннен күнге аз оқып жатыр. Экранның алдында отырады. Мен өзім жаңа балам мен қызымды алып былай қараған кезде қазір мына текстің рөлі ақырын азайып бара жатыр. Мен өзім кітапты көп оқитын адаммын. Бірақ енді жаңаны көрмеске болмайды. Ол енді технологиялардың дамуымен байланысты нәрсе. Сондықтан мүмкін мектепте де сондай пән енгізу керек па, киноның тарихы деген ең болмаса бір жыл. Бірақ енді мұндай пән дүние жүзінде де жоқ. Ол Қазақстан бірінші болып енгізе қоймайтын шығар енді. Францияның өзінде де киноның отаны ғой. Оларда да мен талай рет сұрадым, оларда да жаңағыдай міндетті түрде оқитын пән киноның өнері деген, кино тарихы деген жоқ. Ешқандай елде жоқ. Мүмкін бірақ енді болмайтын нәрсе ғой. Кей кезде бірақ енді армандап қоямын. Қазақстан егер де бірінші болып кіргізсе сондай пәнді, бүкіл дүние жүзіне аты шығар еді деп ойлаймын. Мысалы кейбір пәндер бар ғой, мысалы валеология деген болған, өзін өзі тану деген бір пәндер бар менің ойымша. Мен ана қызым мектепке барып жүргенде білем ғой. Сондай пән енгізген кезде киноның тарихы деген ең болмаса бір сондай бір мен былай есептедім да, бір оқу жылында 36 апта бар екен. Сөйтіп ең болмаса аптасына бір фильм көрсететін болса 36 фильм көрсетуге болады. Сөйтіп мен сондай жаңағы тізімін жасадым осыдан 2 жыл бұрын. 36 фильм. Оның ішінде бір 10 шақтысы қазақтың фильмдері. Сөйтіп сонымен Фейсбуктағы парақшама салдым. Оны сұраған, керек қылған бір адам болды. Ол мына Қырғыздарда мектеп бар, білімхана деген. Соның жаңағы басшылары менен сұрап алды. Солар енді қолынан келе ма, келмей ме білмеймін, бірақ солар енгіземіз дейді. Сондай пәнді енгіземіз дейді. Себебі ол жаңағы жекеменшік мектеп қой, өзі көп емес, бір 15-20 мектеп бар. Соған біз енгіземіз дейді. Көреміз енді. Бірақ енді сондай пән
керек сияқты. Себебі қараңыз, осыдан бір былтыр ма, онына жыл ма мен хабардан көрдім. Жаңа журналистер қазақтың көшеге шықты Астанада. Сөйтіп қолдарында мысалы Шәкен Аймановтың, Қарсақбаевтың, Ходжықовтың, тағы бір екі классик режиссерлардың суреті бар да. Сөйтіп көшедегі адамдардан жаңағы опрос жасады, сұрап. Ешкім білмейді ана кімнің кім екенін. Біреуі ғана ма таныды ана Шәкен Айманов деп. Онан кейін сұрады да, Шәкен Айманов қандай фильм түсірді деп. Көп адамдан сұрады. Бәрі айтады, менің атым Қожаны түсірді дейді. Бірде бір адам анан бір фильм білмейді екен. Менің атым Қожаны түсірген жаңағы Қарсақбаевты бір адам білмейді екен. Міне қазіргі кездегі мынау біздің көрерменнің деңгейі осымен көрініп тұр. Жалпы аға, біздің осы Ритм подкастымызға келгеніңізге рахмет. Осы Ритм подкастының көрермендеріне бір қорытындылай бір сөз айтып кетсеңіз. Түйініңізді. Енді құр сөз айтпай, көрермен қолынан келсе жаңағы жазсын, үкіметке Қазақстанда киноинститут ашу керек деп. Себебі кино мамандарын арнайы дайындау керек. Мысалы бізде мысалы кино түсіру деген ол ақшамен байланысты нәрсе ғой. Бізде не то что жаңағы курсовой фильмдерге, дипломный фильмдерге де бір тиын берілмейді. Дипломный фильмдерге. ВГИКте мысалы бұрын $10,000 ма беретін дипломный фильмге. Бізде сонда студенттер диплом фильм түсіреді, олар автобуспен барады съемкаға. Немесе барса жаңағы тамақ ішуге ақшасы жоқ. Сондай нәрсені ол мынандай жеке бір факультет қой қазір, мысалы Жүргеновкада бар, Тұранда бар, Алмаюда бар. Ол кішкентай факультеттің көлемінде шешілмейді бұл мәселе. Бұл мәселені шешу үшін бөлек институт болу керек. Кішкентай де болса да, бірақ әдемі бір институт болу керек. Мысалы киностудия Қазақфильмге барып жүрсіңдер, территориясы бос жатыр. Сол жерде бір 2-3 этаж үй соғу деген қазір түкке тұрмайды. Сөйтіп кішкене институт ашуымыз керек. Сөйтіп соның ішінде әрбір курсовой фильмге, дипломный фильмге сәл де болса ақша беру керек. Сөйтіп сонда жаңағы мамандандыру керек. Соған жіберу керек ақшаны. Әйтпесе қазір мысалы түкке ешкімге керек емес бір фильмдер түсіріліп жатыр. Әсіресе мынау жаңағы тарихи фильмдер бәле болды. Тарихи барахло, шынын айту керек. Соған кетіп жатқан бір фильмге кеткен ақшаға бір институт ашуға болатын сияқты. Себебі ана жерге кетіп жатқан ақшаның саны жоқ енді. Жақсы, құрметті көрермендер, бүгін біздің Ритм подкастымыздың уақыты өз мәресіне жетті. Бүгін бізде қонақта болған белгілі режиссер, сценарист, халықаралық кинофестивальдердің жүлдегері, жеңімпазы Дәрежан Өмірбаев, және сіздермен бірге болған Аяжан Әділбай және Ерасыл Молдаханов. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет. Рахмет аға.